Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге 100 жаса арнасы. Бүгін сіздермен шашқа қатысты проблемалардың алдын алу және олармен күресу жолдарымен бөлісетін боламын. Құрметті оқырман, егер сіз 100 жаса арнасына әлі тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп, қоңыраушанды басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ендеше бастайық. Сіз қымбат шампундар аласыз, өзіңізше дұрыс тамақтанасыз, ал бірақ шашыңыз сонда да төгілуін тоқтатпайды. Шаштың төгілуі ерлерде де, әйелдерде де жиі кездесетін ауру түрі болып табылады. Шаштың төгілуін емдеу бастапқы себептерін анықтаудан басталады. Шаштың тері астындағы орналасқан бөлігі фолликула деп аталады, яғни шаштың тамыры. Шаштың төгілуі фолликуланың зақымдануынан да болуы мүмкін. Фолликула зақымданбаған жағдайда да адам ағзасындағы гормоналдық өзгерістерден немесе сыртқы ортаның әсерінен де шаштың төгілуі жиілейді. Қуанышқа орай, шаштың төгілуін емдеуге болады. Ал фолликула зақымданған жағдайда шашты қайта отырғызу арқылы ғана оны қалпына келтіруге болады. Шаштың төгілуіне ерлер мен әйелдерде ең жиі кездесетін себеп андрогендік лапеция. Бұл дегеніміз гормоналды өзгеріс кезінде тестостеронның метаболизмі бұзылуы. Кейбір жағдайларда шаштың төгілуі өздігінен тоқтап, қалпына келіп жатады. Көбінесе бұл жүкті әйелдерде кездеседі. Қан аздықтан, яғни анемия кезінде шаштың төгілуі жиілейді. Сіз міндетті түрде арнайы орындарға барып анализ тапсырып, қанның құрамын анықтаңыз. Гемоглобин қалыпты жағдайда болғанымен, қанның құрамында темір өте аз болуы мүмкін. Қалқанша безі қызметінің бұзылуы да шаштың төгілуіне себеп. Ондай жағдайда шаш әлсіз, сапасыз болып қана қоймай, қастың және кірпіктің де төгілуіне әкеп соқтырады. Қалқанша безінің жетіспеушілігінен мерзімінен бұрын ерте кәрілікке де душар болуыңыз мүмкін. Стресс жағдайында да шаштың төгілуі жиілейді. Асқынған стресс жағдайында ұсақ қан тамырлар, яғни капиллярлар зақымдану барысында ағзадағы гормоналды қоректік заттар ұсақ қан тамырлар арқылы тиісті орындарға жетпей қалады. Стресс кезінде ағзадағы гормондардың қызметі бұзылып, соған сәйкес шаштардың да төгілуі жиілейді. Шашқа қажетті ағзада қоректік заттардың жетіспеушілігінен де шаштың өсуі бәсеңдеп қана қоймай, төгілуінің де мүмкіндігі артады. Күнделікті тұтынып жүрген ас мәзіріңізге мән беріңіз. Сосын сіз өзіңіз-ақ байқайтын боласыз. Шашты қаншалықты қоректік витаминдермен қамтамасыз етіп жүрсіз. Айтпақшы, тәулігіне 100-120 түп шаштың төгілуі қалыпты жағдай екенін ескеріңіз. Енді шаштың төгілуін мүмкіндігінше тоқтату және оның алдын алу жолдарымен қалай күресеміз, соған тоқталайық. Ең бірінші кезекте сіз өзіңізді стресс жағдайдан мүмкіндігінше алшақ ұстап, өзіңізбен жұмыс жасауға тырысыңыз. Шашқа ең қажетті витаминдер олар темір, кальций, ақуыз, яғни белок болғандықтан, көбінесе теңіз өнімдері және ет, құс өнімдерімен қатар көкөніс және жемістерді жиі тұтынған жөн. Ал шашқа зақым келтіруші қанттан жасалған және жартылай фабрикатты өнімдерді тұтынбауға тырысыңыз. Енді қысқаша шашқа арналған маскаларға тоқталайық. Жұмыртқа сарысын ақуыздан ажыратып, жақсылап араластырып, шашқа жағыңыз. 30 минуттан кейін жылы сумен шайыңыз. Шаш жылтырап, қалыпты күйге енеді. Келесі маскамыз теңдей пропорцияда пияз соғына, жұмыртқа сарысы, коньяк және 1 шай қасық майсана, яғни касторовое масло қосып жақсылап араластырып, шашқа жағып, 2 сағаттан кейін жылы сумен шайыңыз. Егер шашыңыз төгілуін тоқтатпаған жағдайда, уақыт жоғалтпай, арнайы дәрігерге жүгінгеніңіз жөн. Осымен роликті аяқтаймын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, жақындарыңыз және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Арнамызда басқа да көптеген құнды ақпараттармен таныса аласыз. 100 жасаңыз оқырман. Келесі кездескенше.